Мінекей құрметті көрермендер, тікелей эфирде қайта өздеріңізбен қауышып отырмыз. Ендеше бізге келіп жайғасқан қонағымыз бар. Қонағымызбен танысып отырыңыздар. Әнші Макси Кема. Студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Бүгінгі көңіл күйім жақсы. Әрине де сіздермен қауышып отқаныма, осы халқымен бірге жаңадан шығарған дүниелерімді тарту еткелі отқаныма көңіл күйім жақсы. Иә, олай болса енді әңгімемізді әрмен қарай жалғай отырсақ, айда ең қызықтысы маған Максим Кема деп өзіңіздің атыңызды. Бұл азан шақырып қойылған ат па, қалай біз? Жоқ, әрине. Соған түсінбей отқанымыз. Біздің қазақта ондай ат жоқ қой негізінде. Бұның екі себебі бар. Біріншісі, Макси Кема деген бұл менің іш жерден былай жаңағыдай еліктеу дейді ғой, еліктеп немесе бір жерден жаңа теңеп қойған атым емес. Бұл менің аты жөнім толық Мақсат Кемалов. Бір жағынан Мақсат Кемалов деп шығуға да болар еді. Ол жаңағыдай қаншама әншілер бар, менің аттас Мақсат болу үшін ба? Иә, кішкене өзгешелік болу үшін ол Макси Кема деп қойдық. Иә, көптеген әншілеріміз бүркіт деп жатады, жаңағы Ашаматай деп. Негізіне қарасаң, олардың бәрінің өздерінің азан шақырып қойған ерекше есімдері бар екен. Сенің де есімің ендеше ерекше екен. Қандай жаңалығымен келдің, Мақсат? Бүгінгі менің келген жаңалығым өзімнің осы біраз қалаларға, біраз жастарға танымал, тыңдап жүрген, былай айтқанда хит дейді ғой. Сен жылама деген әнім бар. Соның жақында бейнебаян түсіріп, соны жарыққа шығарған түріміз бар. Құтты болсын. Рахмет. Соны халыққа паш етуге және соны тұсауын кесуге. Бейнебаян қай жерде түсірілді? Бейнебаян енді өзіміздің Шымқалада түсірдік. Басқа өзге елдерге, өзге қалаға кеткен жоқпыз. Себебі бұл алғашқы бейне клипім болғаннан кейін өзіміздің отанымызда, өзіміздің қаламызда түсірдік. Сол. Енді қалың елге Максим Кеманың жалпы туған жері қай жерде екен, жалпы әншілікті қай уақыттан бастадың, содан бастасақ. Бәрекелді. Туған жерім негізгі Қызылорда облысы. Бірақ көз ашып, осы жарық дүниені былай сезгелі бері осы Шымқалада тұрып жатырмын. Осы жерде оқып, осы жерде бітіріп. Өнерге қадам басқаныма айтар болсақ 5 жылдай көлем уақыт болды. Бірақ ол кезде жас едік, жастардың стилімен шықтық. Оның үстіне группа дейді ғой, жаңағындай. Топтас болып шықтық. Ал бірақ өзім жеке шығып жүргеніме осы 1,5 жылдан аса уақыт болды. Осы атпен осы Макси Кема шығып жүргеніме. Енді Макси Кема деген уақытта қазіргі қалың елге жастардың арасында жаңағыдай рэп айтатын рэпер деп танып қалу мүмкін. Сондай жағдайлар болып жатты ма өзіңде? Өте дұрыс айтасыз. Негізінде өзім шыны керек басында сол рэппен бастаған адамбыз. Енді рэп деген ол да бір өнер. Оны айта алатын да айта алмайтын да бар. Бірақ ол Макси Кема деген мүмкін солай да түсінетін шығар. Бірақ әнші болғаннан кейін ол жаңағындай ақындардың, композиторлардың тартуына байланысты мүмкін ол рэпте де айтып кетер шығатын. Бірақ енді Макси Кема деген ұғым ол рэпке ешқандай қатысы жоқ деп ойлаймын. Дей тұрғанмен қазақ елінің, қазақ әншілерінің қайсысын жалпы пір тұтып, мінекей осындай әнші болсам екен, осындай болсам екен деген. Жаныңа жақын тұтасын. Жаныма жақын, әрине қазақ болғаннан кейін еліктеу бәрінде болады. Жаныма жақын болғанда осы өнерде пір тұтпаймыз енді. Бірақ осы жақсы еңбектеніп жүрген осы өзіміздің жаңағы бәрі елге танымал Қайрат Нұртас бауырларымыз. Олардың енді мен пір тұтып, оларға еліктеп бір нәрсесін істемеймін. Бірақ мен оларға ризашылығым. Олардың өз еңбектерімен халықты бағындырған үшін, халыққа деген әсем әуендерін жақсы жүрекпен жеткізе білген үшін. Соларға мен өзім алғысымды айтамын. Қазіргі таңда енді қоржыныңда қанша әнің бар, өзің жеке әндеріңе тоқтала кетсең? Енді жеке әнге тоқтала кететін болсақ, өзім айтып отырмын ғой, жеке болып 1,5-2 жылдай уақыт көлемі болды. Сондықтан да менде қазірше 8 әнге жуық әнім бар. Атап айтып кетсең? Білмеймін. Екінші, ұмытпа мені, сен жылама, сен кетпе, кешір мені. Ол жақында 8-ші сол шығайын деп отыр, Құдай қаласа.
Соңғы хат бар, кешір жаным бар. Сол атты әндерім. Қазіргі таңда енді Алматыда ма әлде Шымкентте өнерді жалғастырып, қай жерде жалғастырып жатсыз? Әзірше осы өзіміздің Шымқаламызда жалғасы. Құдай қаласа Алматыға баруға ойда бар ма? Әрине. Құдай қаласа болашақта бәрінен үмітіміз бар ғой енді. Әнші болғаннан кейін көкке самғағым келеді. Халыққа бұлай жанды дауыспен айтып болсын, әйтеуір солардың алдарында қызмет еткім келеді. Тек қана Шымкентпен шектеліп қоймаймыз ғой. Алда қандай жоспарларың бар? Сол жайында да айта отырсаң. Алда, Құдай қаласа, Алла бұйыртса, жоспарлар көп әрине. Енді кез келген әншінің ол үміті, мақсаты жеке концертін ұйымдастыру, жеке кешін ұйымдастыру. Сол өзімізде сол Құдай қаласа тағы да жақсы әндер шығарып, егер де осы халқымыздың, осы жастарымыз, жастар ғой көтеретін көбіне халық, осы халқымыздың жүрегінен шығып, көңілін тауып жатсақ, Құдай қаласа жеке концертімізді беруге де ойымыз бар. Әрине, талаптыға нұр жауар дейді. Нұр жаусын дейміз. Енді жалпы қандай сайыстарға, я болмаса қандай байқауларға қатыстың? Шараларға, үлкен концерттерді. Алдағы уақытта сондай. Шынына айту керек, ешқандай байқауға қатысқан жоқпын. Себебі қатыстырғанда емес, немесе қатыспай қойғанда емес, әр әншінің өзінің жолы болады. Мысалға, тойдың өзінің әншісі, дәстүрлі әнші дейді, жаңа народный дейді. Сен соның эстрада жағында? Менікі эстрада жағы. Ондай ешқандай байқау, фестиваль ондайға қатысым жоқ. Қазіргі таңда жалпы көптеген әншілердің барлығы бейнеклиппен түсіреді. Дей тұрғанмен, жаңадай Алматыда Қазақстан дауысы деген кереметтей біздің байқау бар. Соған егер шақырылу болып жатса, басқа да байқаулар болып жатса. Түсіп жатса. Әрине, егер де шынымен де осындай әнші жігіт бар екен деп байқауға қатыссын, бірден бір ат салсын деп мен шақыратын болса, әрине оған келісімімді беремін. Шақырмаса да өзің бұлай барып, ниетің жоқ па сондай, нелерге қатысамын деп жаңа? Жоқ, негізі. Қазақстан дауысы деген сияқты. Адам өзінің солай байқауларға қатысып шыңдайды. Ниетің? Сөзіңіздің жаны бар. Осы Алматы, өзіміздің Алматы қаламызда жаңа өзің айтасыз, өнер ордасы деп біршама жаңағында шоу-бизнестер болып жатыр. Көріп отырасыздар теледидардан жақсы-жақсы проектілер болып жатыр. Әрине, неге қатыспасқа? Егер де ниетіміз бар, Құдай қаласа, бір жақсы бір проект болып, адам қызғарлықтай осы бүкіл халық жаңағындай не дейді қазіргі бани дей ма, сериалды көргендей соны үзбей көріп отыратындай проектілер болып жатса, Құдай қаласа оған ниетіміз бар. Мақсат, енді өзің осы әннен басқа қандай қырларыңмен таныласың? Жігітке жетенер де аз дейді халқымызда. Қандай қырларың бар өзің? Мен білетін болсам, сені Шаншар театрында көргем. Театрда да өзің жұмыс жасағансың, ме? Одан бөлек қандай қырларың бар? Ол кезде 2009 бен 2011 аралығы. Ол кезде сол әнші болып, жаңағында бір жағын актер болып, осы Уәлібек көкеміз Абдырайым жұмысқа алды, қабылдады Шаншарға. Қырларым жағы, енді дұрыс айтасыз, жігітке жетенер де аз дейді. Ән ғана айтып қоймай, ақындық өнерім бар. Сөз жазу, сөзді жақсы жүрекке жеткізе білу дегендей. Сөзіңіз аузыңызда. Өзіңіздің әндеріңіздің барлығын сөзін өзіңіз жазасыз ба? Әрине. Барлығын сөзін өзім жазамын. Әндерін енді кей кезде өзімнің жаңағындай сырласым, өзімнің жанашырым дейді ғой. Өзіміздің студиямыздағы жігіт Қайсар Тәңірқұлов деген жігіт бар. Жақсы осы қаладағы менмін деген аранжировщиктің бірі. Номер 1 деп айтса да болады былай. Сол екеуміз кей кезде әнді бірге шығарып қаламыз, ал былай жалпы сөздің бәрін өзім жазамын. Көп сын тағылмай ма ағалардан басқа? Осы уақытқа дейін тағылмаған. Керісінше ұсыныстар болматса, былай сөз жазып берші дегендей. Тағы бір қырлары өзім кинолардың, клиптердің осындай сценарийлерін жазумен айналысамын. Өзімнің негізгі арманым режиссер болу. Киномен жақсы Қазақстанның киноларын атақты қылып шығару. Тәрекелді, ендеше мақсат осы армандарыңа жете бер дейміз. Өнерің өрлей берсін, жоғарылай берсін деген тілек айтамыз. Ендеше оңтүстік жұртына деген таңғы тілегің болса. Оңтүстік жұртына алдымен бүгінгі жұмаларыңыз мүбәрәк болсын. Тілеген тілектеріңіз, ниеттеріңіз қабыл етсін Алла. Және де ұйқыларыңызды бөліп, осылай келген қонақтардың
айтқан жаңа тілектері мен ниеттеріне көңіл аударып, өз уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Және де осы Таң нұры бағдарламасының әріптестеріне, осы бүткіл Қазақстан Шымкент каналына тілерім тек қана сәттілік, тек қана алға осындай жақсы проекттер алдағы уақытта көбейе берсін. Бізде көптеген жақсылықтар тілейміз, қашанда биік шыңдардан көріне бердейміз. Құрметті көрермендер, енді бағдарламамызда әрмен қарай осы әнші, яғни Макси Кеманың керемет бейнеклипіне назар аударайық, бірге тамашалап тыңдайық ағайын. Сен жылама, көз жасыңды көру үшін келгенім жоқ. Сен жылама, жүрегіңді қинау үшін келгенім жоқ. Сен жылама, өкініштер өзегіңді өртесе де. Сен жылама, жүрегіңе сөздерім ауыр тисе де. Неге сен мені алдадың, неге өзгені таңдадың? Жылап өкінудің енді керегі жоқ. Сезімдер сендегі болған, сөздерің бәрі де жалған. Неліктен алдадың мені, себебі жоқ. Сен жылама, мен өзіңнен дәл мұндайды күткенім жоқ. Сен жылама, мейлі бәрі қалсын артта, өткенім бол. Сен жылама, арман үміт қиялдарым енді бекер. Сен жылама, сені сүйген кезім бекер, сезім бекер. Неге сен мені алдадың, неге өзгені таңдадың? Жылап өкінудің енді керегі жоқ. Сезімдер сендегі болған, сөздерің бәрі де жалған. Неліктен алдадың мені, себебі жоқ. Неге сен мені алдадың, неге өзгені таңдадың? Жылап өкінудің енді керегі жоқ. Сезімдер сендегі болған, сөздерің бәрі де жалған. Неліктен алда